Сәлем достар, бүгін сіздермен брокколи және цветная капустадан үш түрлі тамақ жасаймыз. Бірінші тамағымыз ол цветной капустадан королевский тамақ. Оған капустаны тең екіге бөліп аламыз. Сөйтіп оны осылайынша кесіп, қызып тұрған майға қуырамыз. Оның үстіне тұз, азырақ қара бұрыш және паприка сеуеміз. Помидорды осылайынша кесіп аламыз. Сырымызды да үккіштен өткіземіз. Сметанаға чеснок, горчица, тұз, азырақ бұрыш салып араластырамыз. Міне осылайынша араластырып дайындап қоямыз. Артынан пиязды ұсақтап турап, осылай турап алдық. Фаршымыздың үстіне тұз салып, фарштың үстіне пиязды салып, жақсылап араластырамыз. 2 сантиметр дайын болды. Кесіп алған цветной капустамызды және оны қуырып алдық. Енді оны духовкаға жайғастырамыз. Оған үстіне фарш саламыз. Оның үстіне помидор салып, осылайынша помидор жақсылап тізіп алдық. Енді үстіне бағана жасалған қаймақты жағып шығамыз. Бәріне түгел осылайынша жағып шығамыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген сырды қоямыз. Міне дайын болды. Енді біз тамағымызды духовкаға салып 25 минут пісіріп аламыз. Келесі тамағымыз духовкада пісірілген брокколи. Брокколи жақсылап жуып, оны өлшектерге бөліп алып аламыз осылайынша. Брокколиді суға қайнатып, 5 минут қайнатып алдық оны. Артынан болгар бұрышын осылайынша 4 бұрыштап кесіп алдым. Енді жұмыртқаны жарып алып, үстіне қара бұрыш, тұз, паприка салып, жақсылап араластырып алдым. Қайнатып алған брокколиді табаға салып жайғастырамыз. Оның үстіне дайындап қойған жұмыртқаны құйып, оның үстіне сырды саламыз. Міне осылайынша дайын болды. Енді артынан картошкамызды 4 бұрыштап өстіп кесіп аламыз. Оны қайнаған суға тұз салып қайнатып аламыз. Енді сүзіп алып картошкамызды қызып тұрған майға қуырып, оның үстіне пияз, азырақ тұз, қара бұрыш және болгар бұрышын салып қуырамыз. Қуырылған цветной капустадан тамақ дайындаймыз. Оған 3 жұмыртқаны жарып алып, араластырып,
Болгар бурушын қуырып аламыз. Капустаны жұмыртқаға салып, оны да қуырып аламыз. Екі жағын қызартып. Тарелкамызға цветной капустаны осылайынша салып алып, жанына болгар бурушын салдым әдемілеп, және де салат жасап қойдым. Өте дәмді, әдемі, ерекше, дәрумендерге бай тамағымыз. Егер де видеомыз ұнаса, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.